Бодышефер, төбеттің аты Мани. Бірінші тарау ақ лабрадор. Мен өмір бойы ит ұстағым келетін. Бірақ біз пәтер жалдаған үйдің иесі иттерді ұстауға рұқсат бермеді. Әкем онымен сөйлесіп көрбеді, бірақ ол оны көндіре алмады. Әрқашан келісуге болмайтын адамдар бар. Біздің қожайынымыз дәл осындай адам болып шықты. Ол үйдегі басқа тұрғындар ренжиді деп мәлімдеді. Әрине бұл ақымақ. Мен екінші қабаттағы бір отбасын және үшінші қабаттағы басқа отбасын білем. Олар ит асырауға құлшынып тұрған. Тек үй иесі иттерді ұнатпайды. Бірде әкем, ол өзінде жақсы көрмейді, сондықтан өзгелердің бақытты болуын қаламайды деді. Әкемнің сөздері мені қожайынға зер сала қарауға мәжбүр етті. Ол тіпті әлемдегі барлық адамдарға наразы сияқты көрінді. Анам онымен сөйлескен екен, ол тіпті бізді үйден шығарамын деп қорқытқан хат жіберді. Мен әлі күнге дейін ешкімнің басқа адамға ит ұстауға тыйым салуға құқығы жоқ екеніне сенімдімін. Әсілі өзіңе жеке үй сатып алған дұрыс. Тым құрмаса сіз жануарларды ұстай аласыз ғой. Біраз уақыттан кейін біз шынымен шағын бағы бар үй сатып алдық. Менің жеке бөлмем болды. Мен төбем көкке жеткенде қуандым. Бірақ та ата-анам онша бақытты көрінбеді. Сатып алу және көшу біз жоспарлағаннан әлде қайда қымбатқа түсті. Мен ата-анамның әңгімелерінен білетінмін. Бізге ақша жетіспейтін. Сондықтан мен бірнеше апта бойы ештеме сұрамауға тырыстым. Олардың ішіндегі ең қымбаты ит алу еді. Бір күні таңертең анам мені абыржи оятты. Кира, тезірек тұр, үйдің алдында бір жаралы ит жатыр. Мен төсектен атып тұрып сыртқа жүгірдім. Расында, үй мен гараждың ортасындағы бұрышта бір ақ ит жатыр. Ол секем-ала, бірақ қатты ұйықтап жатыр. Жотасында, жауырынның астына таман 6 сантиметрдей қанды жарасы бар. Байқауымша оны басқа бір ит талап тастаса керек, осы жерге сүйретіліп, әзер жетіп, әбден әлсіреп, ұйықтап кеткен сияқты. Жүрегім дір ете түсті. Осындай әдемі итті қандай оңбаған талады екен, деп ойладым. Осы сәтте ит оянып, көзін ашып, маған қарады да, мен жаққа бірер қадам жасады. Бірақ ол қатты дірілдеп тұрды. Тым әлсіз еді. Табандары тайғанақ тастардан тайғанап, шатқанақтай ет бетінен құлап түсті. Мен оны бірден жақсы көріп кеттім. Біз итті машинаға апайлап салып, ветеринарға апардық. Жарасы тігіліп, ине салынып, қажетті ем жасалды. Ит қайтадан ұйықтап кетті. Дәрігер бізге оны шынымен ит талағанын, бірақ жара тез жазылатынын түсіндірді. Ол сондай-ақ бұл иттің лабрадор екенін, бұндай иттер ерекше мейірімді және ақылды, әрі балаларды өте жақсы көретінін айтты. Мінездеріне қарай, лабрадорлар зағиптар үшін ең жақсы көмекші болады. Дәрігерді тыңдай отырып, мен итті сипалаумен болдым. Жүні қандай жұмсақ еді, өзі қандай сүйкімді. Біз үйге жеткенше ол оянған жоқ. Ас үйге көрпе төсеп, итті жайлап жатқыздық. Мен оған көз айырмастан қарап отырып, сауығып кетер ме екен деп ойлаумен болдым. Менің уайымым бекер екен. Ақ ит өте тез жазылды. Бірақ содан кейін тағы бір маңызды мәселе пайда болды. Біз оның қайдан келгенін және кімге тиесілі екенін білмейміз. Біз оны өзімізде қалдыра аламыз ба? Кенеттен мені қорқыныш биледі. Егер ата-анам итті қалдырғысы келмесе ше? Өйткені бізде онсыз да ақша жетіспейді. Әрине, біз иттің иесін іздеуіміз керек. Алайда мен өзімше іштей ол табылмас деп үміттендім. Папам хабарландыру беріп, жануарлар баспаналарына қоңырау шалды. Бірақ ол жақта ақ лабрадор туралы ешкім ештеме естімепті. Бірте-бірте ата-анам оны жақсы көре бастады. Ол біздің отбасымыздың мүшесіне айналды. Уақыт өте келе, лабрадор әбден жазылды. Бір күні мен онымен таңертең шаршағанша ойнадым. Содан кейін таңғы асқа шықтым. Үстел басындағы әңгіме тағы да ақша туралы болды.
сондықтан мен оны мүлдем тыңдағым келмеді. Біріншіден, мен ол туралы ештеңе түсінбеймін. Екіншіден, ақша жөнінде сөйлескенде ешқайсысы бақытты кісі сияқты көрінбейді. Реті келген тұста мен одан гөрі маңызды сұрақпен әңгімеге араластым. Мен айттым: ал енді сонымен біздің иттің аты қалай болды? Осыған дейін бәріміз де иттің атын білмейтінімізді ойламаппыз. Меніңше бұл жақсы емес. Иттің аты болу керек қой. Менен 3-ақ метр қашықтықта көрпе үстінде ұйықтап жатқан ақ шүйкеге қадала қарадым. Алайда менің ойыма лайықты ат түспеді. Мен ойға шомып кеткем. Осы уақытта әке-шешем ақша туралы әңгімені қайта бастады. Кенет әкем қатты күрсініп: мани, ақшадан басқа айтарымыз жоқ. Лабрадор оқыс оянып, әкемнің қасына жетіп барды. Мани деп айқайладым мен. Ол мани дегенге елеңдеп қалды. Ит дереу маған қарай жүгірді. Ол мани деп аталу керек. Бұл атты ол өзі таңдады, деп жалғастырдым мен. Бұл мамама онша ұнамай қалды. Мани ағылшын тілінде ақша дегенді білдіреді. Итті олай атауға болмайды. Ал әкем оны керісінше тіпті қызық көрді. Бұл жаман емес, біз ақша деп шақырамыз, ал ақша бізге қарай тура жүгіреді. Біздің барлық қиындығымыз сонымен бітеді. Әкем бұның шындыққа ұласарын әрине елестете алған жоқ. Осылайша лабрадор Мани деген атқа ие болды. 1,5 ай өтті. Ал біз Манидің қайдан келгенін әлі білмейтінбіз. Иә, мен мұны білгім де келмеді. Өйткені егер біз оның есін тапсақ, онда Маниді қайтаруға тура келу мүмкін ғой. Ал мен Манидің біздің үйде бір жола қалғанын қалаймын. Әкем мен анам да оған үйреніп үлгерді. Сондықтан Мани біздің үйде жүрді. Бірақ менің көңілімнен қорқыныш кетпеді. Маниді менен алып кетер деп қорқам. Мани екеуміз әбден жақсы дос болып алғанбыз. Бұл оқиға болған кезде Мани бізде жүргеніне 6 ай болған. Ол керемет сүйкімді, шыдамды және ақылды ит еді. Оның көзі мен көрген көздердің ішіндегі ең ақылды көз еді. Кейде ол тіпті адамның сөзін түсінетіндей көрінетін. Барлық лабрадорлар жүзуді жақсы көреді. Бірақ менің ойымша, олардың ешқайсысы Мани сияқты суда сонша көп уақыт өткізбеген сияқты. Ол бір ағын суды да, көлді де жіберген емес. Мен оның толқындары тулаған, кең құмды жағажайы бар, нағыз теңізді қалай ұнатарын көргім келді. Бірақ менің анам бұл туралы ойлаудың еш жөні жоқ екенін, әкемнің шаруасы жөнді жүрмей жатқанын айтты. Жексенбі күндері біз қаламыз арқылы өтетін үлкен өзеннің жағасында жиі жүретінбіз. Өзен ептеп теңізге ұқсайды. Көпірдің астынан өткенде ол ерекше буырқанып, қауіпті көрінеді. Сол жексенбіде Маниге не болғанын білмеймін. Таңертең ол жалғыз өзі жүгіре берді. Біз серуенге шыққанда ол кенеттен жоғалып кетті. Біз әбігерлене шақырып іздей бастағанбыз. Бір кезде иттің ағынымен ағып бара жатқанын көрдік. Оның суға қалай түскенін әлі күнге дейін білмеймін. Бұл жерде өзенге түсуге болмайтынын білеміз ғой. Ағыс тым күшті еді. Маниді тура көпірге қарай әкетті. Онда 2 тіреудің арасына тартылған екен. Біздің Мани соған барып соғылды. Толқындар оны көміп өтті. Ит тұншыққаны белгілі. Басы судан ұзақ-ұзақ көрінбей кетеді. Маниді құтқару керек болды. Мен оның батып бара жатқанын көріп шыдай алмадым. Барлық сақтық шараларын ұмытып суға секірдім. Менде ойлануға уақыт болмады. Итке көмектесуге асығу керек. Барлығы өте тез болды. Мен түгелдей су астында қалдым. Және қатты қорықтым. Айналамның бәрі ласта суық су. Мен оның асты қайда, үсті қайда екенін білуден қалдым. Сонан соң айналам қап-қараңғы болып кетті. Одан ары қарай не болғанын білмеймін. Ата-анам кейін ағын мені де, Маниді да барып соғылған торға ағызып әкеткенін айтты. Бақытыма орай, жақын жерде су полициясының қайығы жүр екен.
Мен есімнен танардан бұрын Маниді құшақтап үлгерген шығармын. Қалай болғанда да қайық экипажы екеумізді де судан шығарып алыпты. Менің есімді жиғызды. Ауруханада бірнеше сағат қана жатып шықтым. Рас, мен тағы бірнеше күндей өте әлсіз болдым да төсекте жатуыма тура келді. Мани есін тезірек жиған. Менің төсегімнің қасынан кетпеді. Ол сағаттар бойы кереуетім қасында маған қарады да отырды. Оның көзінен бәрін түсінетіні көрініп тұрды. Иттер көзімен-ақ ризашылығын керемет сездіретінін көп адам білмейді. Мани маған бірнеше сағат бойы сүйіспеншілікпен және ризашылықпен қарады. Әрине, ол кезде мен бізді алда не күтіп тұрғанын білгем жоқ. Мен 12 жасқа толдым. Біздің өмірімізде ештеңе өзгерген жоқ. Біз әлі теңізге барған жоқпыз. Менің ата-анам әлі де өндірістің құлдырауынан зардап шегумен болды. Бұл арқылы олар біздің ақшаға қатысты мәселемізге экономикалық жалпы жағдай кінәлі екенін білдірді. Менің досым Мониканың ата-анасының жағдайы неге бізден гөрі жақсы деген сұрағым жауапсыз қалды. Дегенмен, біздің елдің жалпы экономикалық жағдайы әрине оларға да қатысты болды. Содан кейін жұмысы мүлдем ұйықтап жатқан шығармын, жағдайлар түсім шығар деп ойладым. Біздің үйдегі мен білегімді шымшып алдым. Жиі нашарлап кетеді. Ауырып кетті. Демек бұл түс емес. Үй сатып алғанымыз дәл осы сәтте Мани маған қараған. Оның дауысы қайта естілді. Енді біз тыныш сөйлесе аламыз ба? Әлде сен өзіңді шымшып таңырқап отыра бересің бе? Сонымен қатар мен мұны түсіндіре алмаймын. Бірақ осы сөйлеп тұрған Маниді тыңдау қалыпты, дұрыс жайт деп ойладым. Жақсы болған. Бірде мені қорқытқан оқиға болды. Мен телефон арқылы сүйікті тобымның ең жаңа дискісіне тапсырыс бергім келді. Жаңа ғана теледидарда телефон нөмірі бар жарнамалар көрсетілген. Мен телефонды алып нөмірді тере бастағам кенет. Кира, сен алдымен осы дискіні сатып ала аласың ба деп ойлауың керек, деген дауысты естідім. Мен үрейлене бөлмені шолып шықтым. Есіктер жабық, үйде жалғызбын. Яғни менен басқа бөлмеде ешкім болған жоқ. Мұнда әдеттегідей Мани ғана бар. Мүмкін бұл дауыс маған әшейін естілгендей көрінген шығар. Біраз уақыттан кейін кішкене тынышталып телефонды қайта тере бастадым. Сол сәтте әлгі дауыс қайта естілді. Кира, егер сен осы дискіні сатып алсаң, онда қалтаңдағы осы айға арналған барлық ақшаңды жұмсап қоясың. Мани басын еңкейтіп менің алдымда тұр. Дауыс соныкі сияқты. Бірақ бұл мүмкін емес қой. Денем бір ысып, бір суынғандай болды. Иттер сөйлей алмайды. Тіпті Мани сияқты ақылды иттер де, деп ойладым мен. Бір кездері бұдан өте көп бұрын барлық иттер аздап сөйлеуді білетін. Бірақ сендер адамдар сияқты емес. Бірақ олар бұл қабілетін бірте-бірте жоғалтты. Мани менің көзіме тіке қарады. Алайда мен әлі де сөйлей аламын. Мен теледидардан сөйлей алатын түйені көрдім. Бірақ бұл жай ғана кино ғой, деп ойладым мен. Мен қазір кинода емеспін ғой, бәрі шындық. Біз неше жылдан бері бір-бірімізбен сөйлесіп келген сияқты көрінді. Мені бір нәрсе ғана таңырқатты. Оның тұмсығы сөйлеген кезде қозғалмайды. Біз иттер адамдарға қарағанда қарым-қатынасты әлде қайда жақсы жасаймыз. Егер біз бірдеңе айтқымыз келсе, онда біз өз ойымызды басқа иттің миына жібереміз, деді Мани. Сондықтан мен сенің не ойлайтыныңды білемін. Енді мен шынымен қорқып кеттім. Менің барлық ойларымды білем деп айтқың келе ме? Деп сұрадым да, не ойлағанымды тез есіме түсіруге тырыстым. Бірақ Мани менің ойымды үзді. Әрине, мен сенің не ойлайтыныңды білемін. Егер екі тірі жан шынымен жақын болса, бір-бірінің ойларын оқи алады. Сондықтан мен сенің ата-анаң ақшадан қиналып жүргеніне қатты ренжитініңді білемін. Сен де олардың қателіктерін қайталай бастағаныңды көріп жүрмін. Адам өз ақшасын дұрыс ұстай ала ма, жоқ па, ол балалық шағында-ақ белгілі болады. Әсілі мен сенімен сөйлеспеуім керек еді. Егер ғалымдар менің осы ерекшелігім туралы біліп қойса,
Олар мені торға қамап, әртүрлі тәжірибелер жасай бастайды. Сондықтан мен осы уақытқа дейін бұл қабілетім туралы ешкімге айтқан емеспін. Бірақ сен менің өмірімді өзіңе қауіп төндіріп тұрып құтқардың. Сол үшін ешкімге көрсетпей келген сырымды саған ашайын. Алайда бұл біздің құпиямыз болып қалуы керек. Ешкім ештеңе білмеу керек. Мен Маниге біраз сұрақ қойғым келген. Ол өзі қайдан келді, бұрынғы иесі кім, өзін жарақаттаған кім, бірақ ол менің сөзімді бөлді. Біз бір-бірімізбен сөйлесе алатынымыз үлкен сәттілік. Сен мұны кейінірек жақсы түсінесің. Енді біз сұрақтарға уақыт жоғалтпауымыз керек. Мен көп тәуекелге барғым келмейді. Сондықтан тек бір тақырыпта сөйлесуді ұсынамын. Ақша туралы. Бірақ мені одан гөрі көбірек қызықтыратын жайттар бар, дедім мен ішімнен. Мамам да үнемі айтатын, ақша өмірдегі ең басты нәрсе емес деп. Менің ойымша да ақша өмірдегі ең маңызды нәрсе емес. Бірақ ақша үнемі жетіспейтін болса, ол өте маңызды нәрсеге айналады. Екеуміз өзенге батып бара жатқанымызды еске түсірші. Біз судан шығуымыз керек болатын. Қалғанның бәрі маңызды емес еді. Қазір сенің ата-анаң да солай. Қаржылық жағдайының нашарлығы сонша, үнемі айтатындары сол. Тура өзенге батып бара жатқандай. Мен саған басқаша әрекет етуге және ешқашан мұндай жағдайға тап болмауға көмектескім келеді. Қаласаң, мен саған ақшаның сенің өміріңде қуаныш әкелетін күшке айналуы мүмкін екенін көрсетемін. Мен бұл туралы ешқашан байыпты ойлаған емеспін. Әрине, мен ата-анамның көбірек ақшаға ие болғанын қалаймын. Бірақ мен иттің бұл мәселеде жақсы кеңесші бола алатынына күмәнім бар еді. Сен өзің көрерсің, деді Мани менің ойымды үзіп, сәл тәкаппарлана күлгендей болып. Ең бастысы мынада. Мен саған шынымен өзің қаласаң ғана көмектесе аламын. Сондықтан сенен мұқият ойлануыңды сұраймын. Тағы бір айтарым, сендер адамдар оңай қателесесіңдер. Сондықтан мен саған анда-санда кейбір нәрсені жазып отыруды ұсынамын. Ертеңге дейін бай болғың келетін 10 себепті жаз. Ал ертең сағат 4-те серуендеп орманға барайық. Мен өзімді ақша секілді маңызды мәселемен айналысуға әлі кішкентай сезіндім. Сонымен қатар ата-анамның сөзіне қарап, ақша шынымен де тым жағымсыз нәрсе екенін көрдім де. Мани, әрине, менің ойымды айтқызбай оқып бірден жауап берді. Ата-анаңның жағдайы соншалықты жаман, өйткені олар сенің жасыңда ақшамен жұмыс істеуді үйренбеген. Бір қытайлық данышпан, үлкен іске кішкенесінен бастап кіріс, өйткені ұлының бәрі кішкенеден басталады депті. Ақшаның өз құпиялары мен заңдары бар. Мен саған соны түсіндіргім келеді. Бірақ ол сен өзің қаласаң ғана жұмыс істейді. Сондықтан сен 10 себепті табуың керек. Оған дейін біз енді сөйлеспейміз. Күннің қалған бөлігін мен ойланумен өткіздім. Әрине, мен ойланатын нәрсе жеткілікті еді. Ақырында мен өзімнің жаңалығым туралы ешкімге айтпаймын деп шештім. Мен Манидің ғалымдардың сансыз эксперименттерінің құрбаны болғанын мүлдем қаламаймын. Оны торға құлыптап қойып, көптеген шлангтармен шандып тастағанын елестеттім. Жоқ, олай болмауға тиіс. Сондықтан мен Манидің сөйлей алатыны туралы біреуге айтуға хақым жоқ. Мен сондай-ақ Мани мен оның кереметі туралы ойланбайын деп шештім. Мені бұл ойлар ештеңеге жеткізбейтінін сезіндім. Мен қазір ақша туралы ойлануым керек екеніне сенімді емес едім. Бірақ содан кейін мен дана Қытайдың үлкен іске кішкенесінен бастап кіріс, өйткені ұлының бәрі кішкенеден басталады деген сөзін есіме түсірдім. Бұл нені білдіреді? Кенеттен менің басыма бір ой келді. Көршімнің терьері Генри де солай болған шығар. Генри де қазіргі қожайындарына 5 жасында келіпті. Және ол оларға мүлдем мойынсұнбаған. Көршілер әрқашан
қазір ештеңені өзгерту мүмкін емес дейді екен. Ал итті жас кезінде үйрету әлдеқайда оңай. Менің ата-анам ақшаға байланысты Генри сияқты болған шығар. Мани не біледі? Сондықтан мен бай болғым келетін 10 себепті табуым керек. Бұл оңай болған жоқ. Өйткені менің тілектерімнің көпшілігі үшін көп ақша қажет емес еді. 3 сағаттан кейін менің тізімім дайын болды. Бірінші, 18 жылдамдықты қосқышы бар жол велосипеді. Екінші, мен қанша CD сатып алғым келсе, соншаны сатып ала алсам. Үшінші, мен көптен бері сатып алғым келіп жүрген әдемі кроссовкаларды сатып алар едім. Төртінші, бізден 200 шақырым жерде тұратын ең жақсы досыммен телефон арқылы ұзақ сөйлесуге болатын болса. Бесінші, жазда мектеп алмасу бағдарламасына қатысып, ақшқа бара алсам. Айтпақшы, бұл маған ағылшын тілін жақсы меңгеруге көмектесер еді. Алтыншы, ата-анама әрдайым қиналып жүрмес үшін ақша бере алсам. Және оларға қарыздарын төлеуге көмектесуге мүмкіндік болар еді. Жетінші, менің отбасымда итальяндық мейрамханаға мерекелік түскі асқа шақырсын. Сегізінші, мен өзімнен гөрі нашар өмір сүретін кедей балаларға көмектесе алар едім. Тоғызыншы, фирмалық қара джинсы. Оныншы, компьютер, ең дұрысы ноутбук. Тізім дайын болғанда мен бай болу өте жақсы екенін сезіндім. Байлар әрине осының бәрін өздеріне оңай сатып алып, көптеген қызықты істермен айналыса алады. Сонымен қатар тізімімді аяқтай отырып, мен досым Моника туралы ойладым. Және Маниден ақша туралы білгенімді айтуға бола ма деп сұрауды шештім. Мен сағат 4-ті күттім. Өйткені мен бай болуды үйренемін. Екінші тарау арман жинақтауыштары және арман альбомы. Мен үй тапсырмасын дайындауға әрең көңіл бөлдім. Сағат 4-ті соққанда мен бақшаға жүгірдім. Ақ лабрадор күтіп тұр екен. Мен оған тездетіп, қарғыбауын кигізіп, орманға тарттық. Біз жасырынатын жерімізге жеткенше, менің сөйлесуге батылым бармады. Баспанамыз қара жидек бұталарының арасындағы кішкентай алаңша болды. Оған жету үшін бұталар арасындағы тар, ұзын жолмен еңкейіп, еңбектей жүру керек еді. Онда мен біздің өте жайлы жасырын баспанамызды ұйымдастырдым. Мани екеумізден басқа ешкім бұл жерді білмейді. Мұнда біз қауіпсіз едік. Мен өте толқулы едім. Мани сөйлесе алатын қабілетін жоғалтқан жоқ па екен? Өйткені алдын ала ештеңе білу мүмкін емес. Мен одан көп нәрсе сұрағым келді. Бірақ Мани тек ақша туралы сөйлесетінін айтқаны есімде. Сондықтан мен күттім. Мани маған қарады. Ал, қалай? Сен бай болу жақсы екенін түсінген шығарсың? Әлбетте, деп жауап беруге асығып, тізімімді қалтамнан шығардым. Дауыстап оқы, деп өтінді Мани. Мен оған 10 себепті атап өттім. Олардың қайсысын ең маңызды деп санайсың? Деп сұрады ол. Олардың бәрі маңызды, дедім мен. Иә, әрине, деп келісті Мани. Дегенмен тізімді тағы бір қарап шық та 3 маңызды себепті белгіле. Мен тізімді қайтадан мұқият оқып шықтым. Мен үшін басқаларға қарағанда қандай себептер маңызды екенін шешу оңай болған жоқ. Дегенмен мен келесілерді белгіледім. Бірінші, келесі жазда алмасу бағдарламасы бойынша ақшқа бару. Екінші, компьютер сатып алу. Ең дұрысы портативтісі. Үшінші, ата-аналарға қарыздарын төлеуге көмектесу. Өте ақылға қонымды себептер. Өте ақылды таңдау. Мани қатты қуанды. Мен сені құттықтағым келеді. Мен мақтаныш сезімін кешірдім. Бірақ бұл жаттығудың мәні маған әлі толық түсініксіз еді. Мани әдеттегідей менің ойымды оқып бірден жауап берді. Көптеген адамдар не қалайтынын нақты білмейді.
олар тек көп нәрсені қалайтынын біледі. Өмірді каталог бойынша сауда жасайтын үлкен фирма түрінде елестетіп көріңіз. Егер сіз осындай фирмаға көп нәрсені қалайтын болсаңыз, ол сізге ештеңе жібермейді. Егер сіз сүйкімді нәрсе жіберуді сұрасаңыз, сіз де ештеңе алмайсыз. Міне, біздің тілектеріміз де солай. Біз не қалайтынымызды нақты білуіміз керек. Мен күмәндандым. Егер мен не қалайтынымды білсем, мұның бәрін ала аламын ба? Мани маған байыпты қарады. Иә, сен ең бірінші әрі маңызды қадамды жасадың. Өз тілектерімді жазып алдым ғой, деп сұрадым. Тура, деп жауап берді Мани. Енді сен өз тізіміңді күн сайын қарап отыруың керек. Сен өзіңнің тілектеріңді қайта-қайта еске түсіресің. Сен оларды жүзеге асырудың жолдарын таба бастайсың. Иә, бұл шынымен көмектесе ала ма? Дедім мен таңырқай дауыстап. Ал егер сен оған осылай қарасаң, бұл көмектеспейді, деді Мани байыпты түрде. Бірақ сен ойыңды өзгертуге көмектесетін 3 нәрсе жасай аласың. Біріншіден, бос фотосурет альбомын алып, оны тілектер альбомына айналдыр. Сатып алғың келетін заттардың фотосуреттерін немесе суреттерін тауып, оларды альбомға жабыстыр. Өйткені біз бейнелі түрде ойлаймыз. Бейнелі түрде ойлаймыз ба? Бұл біз әріптер туралы ойламаймыз дегенді білдіреді. Калифорния туралы ойлағанда, Калифорния емес белгілі бір суреттерді елестетесің ғой. Иә, Мани дұрыс айтады. Әрине, менің ішкі жанарым алдында Диснейленд, Голливуд, Сан-Франциско картиналары бірден пайда болды. Мен мұндай суреттерді қайдан табамын? Мани маған біртүрлі қарады да, қабағын тыржитып, тура мені мазақтай күлгісі келгендей сықпыт аңдатты. Жарайды, деп түсіндіруге асықтым. Мен журналдан, компьютердің суретін, ал Американың суреттерін мектеп оқушыларымен алмасатын ұйымнан табармын. Сонда да бұл маған әлі де түсініксіз. Кейде біз бір нәрсенің қалай және неге жұмыс істейтінін нақты түсінбеуіміз мүмкін. Бұл нәтиже беретіні маңызды. Мысалы, маған электр энергиясының қалай жұмыс істейтінін түсіндіре аласың ба? Деп сұрады лабрадор. Мен мұндай сұрақты күткен жоқпын. Неліктен Мани электр энергиясы туралы сұрады? Ауырлық күші туралы мен бір нәрсе айта аламын. Бұл біз мектепте оқыған нәрсе. Бірақ неге электр қуаты? Міне, көрдің бе? Деп жалғады лабрадор. Қосқышты басып қалсаң, жарық жанады. Бірақ оның қалай болғанын түсіндіре алмайсың. Біз иттер ғылыми тақырыптар төңірегінде сөйлегенді онша жаратпаймыз. Бізге солай болатынын білгеніміз жеткілікті. Одан да фотоальбом жасап ал да суреттерді жапсыруды баста. Мен әшейін білуге құмармын, деп ренжідім мен. Мани бірден жауап берді. Ал, мақұл. Бірақ бұл сенің тиісті шаруаңа кесірін тигізбеу керек. Адамдардың көбісі үнемі асықпайды. Өйткені олар бәрін түгел түсінбейді. Одан да іске кірісіп кеткен әлде қайда ақылға қонымды. Келісемін, мен тырысамын. Мани мені тоқтатты. Тырысу емес, жасау керек. Тырысқысы келетіндер сәтсіздікке ұшырайды. Ақыр соңында ол ештеңе істей алмайды. Тырысу бұл өзіңнің сәтсіздігіңді алдын ала ақтау, алдын ала кешіру. Ешқандай байқап көру жоқ. Не бірдеңе жасайсың, не ештеңе жасамайсың. Мен 1 минут ойланып қалдым. Маған жақсы таныс біреу әрқашан мен бір нәрсені жасауға тырысып көрейін дейді. Иә, мен бұл сөздерді әкем жиі қолданады. Ол әрқашан жаңа тапсырыс берушіні бүгін табуға тырысатынын айтады. Көбіне ол ештеңе істей алмайды. Ұқсас. Мани дұрыс айтады. Мүмкін бұл шынымен де тырысу сөзімен байланысты шығар. Сондықтан мен тырысу сөзін қолданбауға тырысайын деп шештім. Бұл әңгіменің жалғасын қаласаңыздар, комментарийге жазыңыздар және де біздің арнамызға тіркеліңіздер.